Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз осындай өте жұмсақ, дәмді, тәбет ашарлы песочный қамырдан ет салынған пирог дайындаймыз. Алдымен үлкендеу ыдысымызға 600-700 грамм шамасында ұн салып, үстінен маргарин немесе сары майымыз салып, крошка жасаймыз. Үстінен тұз, разрыхлитель және аздаған куркума қосамыз. Куркума міндетті түрде емес, жай ғана сарғыш түс беру үшін. Жақсылап араластырып алып, үстінен айранымызды құямыз. Айранды аз-аздан құйып барыңыздар. Қоюлау айран болса, шамала көптеу кетуі мүмкін, сұйықтау болса, аздау кетеді. Сондықтан әрқашанда аздау, аз-аздан салып барыңыздар. Міне осылай қамырдың басын біріктіреміз, ұзақ қатты илемейміз, жай ғана осындай қамырымыздың басын біріктіреміз. Тындырып қоямыз. Сол уақытта ішінегі салмасын дайындаймыз. Етімізді аздап мұздатқышқа салып, шамалы мұздатып алдым. Сонда осындай ұсақтап әдем болып туралады. Жай ғана тартылған ет қоссаңыздар да болады. Картопымызды ұсақтап тураймыз. Және пиязымызды тағы да осындай ұсақтап турап аламыз. Үстінен тұз және осындай дәмдеуіштерімізді саламыз. Ішіне осындай құйрық немесе иш май қосылмағандықтан ішіне сұйық май қостым, 1 ас қасық. Жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Салмамыз дайын. Қамырымызды екіге бөлеміз. Bir жағы кішілеу, бір жағы үлкендеу болады. Үлкендеу жағын жая бастаймыз. Бұны біз пирогымыздың төмен жағына істетеміз. Листтен шамалы үлкендеу етіп жайып аламыз. Мен листім көлемі 33-ке 35. Ішіндегі осыны салмасын салып аламыз. Бір тегіс, бір келкі етіп. Екінші жоғары жағыны жая бастаймыз. Жоғары жақтағысыны тура листтің көлемімен бірдей етіп жаюға әрекет жасаймыз. Осылай қамырымызды әдемілеп үстіне жаямыз. Жан жағын барлығын дұрыстап аламыз және осылай әдемілеп түйеміз. Осылай түйіп дайындап қоямыз. Менде шамалы аздаған қамырым қалған еді, осыны шетінен гүл шығардым. Бұл міндетті түрде емес. Және жоғары жағыны әдемілеп жұмыртқан сарысын жағып шығамыз. Күнжіт сүйіп шықтым аздап. Осындай жоғары жағыны міндетті түрде пышақ немесе вилка көмегімен бірнеше рет тесіп жібереміз. Себеп қамырымыз көтеріліп кетеді. 170 градуста 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне осылай пирогымыз дайын, өте жұмсақ, өте дәмді. Міне қазір жердегі разрезін көрсетеміз сіздерге. Өте жұмсақ кесіліп жатыр. Ішіндегі осылай еті, картоп өте әдем болып піскен. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Сау болыңыздар.